Кешір, қымбатты достар, Балдәурен Республикалық оқу сауықтыру орталығына қош келдіңіздер дейміз. Дәл бүгіннен бастап, 10 тамыздан бастап, дәл осы ауасы шырайлы жерде Балдәурен оқу сауықтыру орталығында Жастар Отанға Жастар саяси лагері ең бірінші ауысымын бастап кетті. Бүгін 10 тамыз күні дәл осы базаға ең бірінші ауысымның қатысушылары келіп қоныстанып та үлгерді. Once you're driven, you want it, cannot be given. You got it, and when you figure the moment that you're the best, you're devoted, then you take a second to confess that you're committed. And what the rest of us know is that you didn't have the knowledge to know that you're free to do what you want and that you're free. A beautiful thought and that you're free to do what you want when you want, when you want, when you want, when you want. Just to be free.
tonight. Just hold my body tight. Need your loving arms, my baby. Hide me in your love and give me everything I want. With you tonight, with you tonight. Жастар Отанға Жастар саяси лагерінің Жастар ТВ телеарнасының ең алғашқы басылымы бүгіннен бастап, ең алғашқы шығарылымы бүгіннен бастап басталып кетті. Міне номер 5 команданың жанында тұрмын. Команданың атауы тамаша. Жалпы стройка деп аталатын тренингқа келіп, өздеріңіз бағанадан бері жерлеріңізді ағызып тұрып, бүкіл еңбектеріңізді осыған төгіп жатсыздар. Жас Отан жастар қанатының белсенді мүшелері екендеріңізді айқын мәрте, бір мәрте ғана емес, бірнеше мәрте көрсетіп дәлелдеп жатырсыздар. Негізі өзіңіз көңіл-күйлеріңіз қалай, осы тренингқа деген ойларыңыз қалай? Көңілге жалпы керемет. Бірақ енді білмеймін, кімге қалай екен, мен өзіме келе салдық. Тамақ ішіп елге шығарып еді, өзгерісіне алмай жатырмын, жалпы айтқанда. Кішкене шаршау бар, бірақ көңіл-күй өте керемет. Рахмет осында ұйымдастырушыларға, осында бізге Гауһарға, Қуанышқа көптен көп рахмет. Білмеген нәрселерімізді үйретті, көптеген ойындар көрсетті бізге. Ой қабілетімізді бұдан да ары қарай жетілдіруге көптеген көмегін тигізді. Жіберіңізші, общие десеңдер. Тамаша, ал тренинг Көңіл-күйлеріңіз қалай? Тамаша,